Жылқының пірі Қамбар ата. Қамбар Мұхаммед пайғамбардың атқосшысы. Расулдың тұлпарын баптапты. Пайғамбарға жиі қымыз әкеліп, батасын алады екен. Батаның шарапаты тиіп, бойына кие дарыпты. Ол заманда араптың жылқы ұстауға ебі жоқ екен. Жылқы ауырса, аяғына жем түссе, барлығы Қамбардан көмек сұрапты. Ол жылқының басынан сипағанда жануар шауып кетеді екен. Бір соғыста пайғамбардың атына оқ тиеді. Ол құлап бара жатқанда Қамбар жетіп келіп, «Тәйтәрі, пайғамбарды жерге құлатпа» деп сауырынан салып жібереді. Тұлпар сонда аяғын тіктеп алға ұмтылады. Мұны көріп Расулдың тұлпарын жараладық деп масайрап тұрған жаудың сағы сынады. Бәрі қашып жеңіліс табады. Ұрыс біткен соң пайғамбар: «Дін мұсылманды бір апаттан сақтадың. Бұдан былай жылқының пірі бол» деп Қамбарға бата береді. Содан бастап ол жылқының піріне айналыпты.
Thank you.